Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз қалайша аз уақыт ішінде логотип жасауға болады, соны өтетін боламыз. Ал бастайық. Мысалы, мен ойға не келеді? Мысалы, ауызсу, бір соның логотип, яғни бутылкаға сол логотип жасау. Ол үшін не келеді? Бірінші, сол өзіміз білгендей неше түрлі сулардың логотиптерін еске түсірсек, ол жерде тау мен су, сол тау мен судың еске түседі, бірден еске түседі. Сондықтан мен оны Google-ге жазам, горы деп, яғни таулардың векторлы түрін жаздым. Міне Google-ның ішінен таңдаймыз, соның ішінде мынау бар, әдемі неше түрлі таулар бар екен. Мен мынаны алайын. Алдында копировать изображение жасап тастайын да, Corel'ға ставить, Ctrl-V арқылы шетке қойып қояйық. Келесі су, өзен табу керек, яғни река вектор деп жазайық. Река жаздық. Google-да так. Мына толқынды алайық. Толқын болғанда осыны ала салайық. Міне Ctrl-V мен шетке қойдым. Ол жақтан копировать изображение басында ана жаққа вставить қойдым. Сосын енді осы екеуінен жасайық. Мысалы, мынау. Бұны аламыз да, бірден трассировать быстрое изображениені бастым, шетке қойып тастадым. Міне ол барлығын менің сабақтарымда бар, қалай трассировка жасау керек екені туралы. Міне мына салдық. Енді мына толқынды трассировать етейік. Міне шетке қойық. Мынау дайын тұр. Екі сурет дайын тұр. Мынаның қара фонын алып тастайық. Міне бізде дайын. Енді осы екеуін қойса салайық, былай қарай. Үйлестіріп. Бұлай қойық. Және екеуі кішкене үйлесімді болу үшін таудың да түсін осыған ұқсас түспен алайық. Ол үшін пипетканы аламыз да, мына жерден бір түсті алайық. Міне бұлай. Және барлығы бірдей болмас үшін мына жер бір көкшілдеу түсті алайық мына жерден. Міне болды. Енді осыны белгілеп топтастырамыз, группировать етіп. Енді бағана айтқандай, бұған тау мен су болғандықтан мен енді Бонаква болмаса деген самал су деп айтпай, мына жаққа мен қалай тұр солай жаза салайын. Ағылшынша жазсаң әдемі көрінеді. Тау, су деп. Бұған енді өздеріңіздер жасайтын болсаңыздар, неше түрлі әдемі шрифт таңдайсыздар. Мен қазірше келтіріп кетейін. Қандай шрифт? Мынаны алсам да болады екен. Бірақ мен мынаны алайын. Осыны алдым. Түсін осындай бояйық. Жирный қылға болады. Міне, оқылу үшін. Болмаса қалдыраға салу болады. Орташасын келтірге болады. Medium деген. Енді осыны алып, біз деген кривойға айналдырайық. Ctrl-Q-ға басамыз. Мына жердегі А-ның ортасынан алып тастап, сол жерге мен ойым толқын қойып тастау. Судың толқынын. Яғни волнасын алып тастадым. Мына жерден мынаны алайық. Ctrl-C, Ctrl-V. Міне. Тура келіп тұр екен, примерно. Түсін деген дәл осындай шрифтпен ала салға болады. Міне. Бұлай қоя салу болады. Көрінетін неғі. Сіздерге қайсысындай соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен пока уақытша үйсіп қоя салайын. Міне. Қысқаша логотип осылай деп айтайық. Мынаны төменгі жағын алып тастауға болады. Көрейік алып тастауға. Так. Мына осылай қойса да болады. Осылай қалдырып қойық. Группировать етейік, топтастырып. Енді бутылка табайық. Google-ға жазайық. Бутылка пластиковая дейік та. Мынаны алайық. Көшіріп алып. Так, бізде көшірген соң оны бұлай қойайын. Міне. Үлгейтейік. Мынаны алайық. Логотипті кішірейтемін. Міне бұлай қоямын. Міне, мына жерге әдемі келіп тұр екен. Көрдіңіздер ме? Мынау бұлай істеуге болады. Мысалы, мынау тау деген мына түспен, су деген мына түспен, басқа түспен жасауға болады. Екеуін объединять етеміз да, пипеткамен бирюзовый түсті алып бұлай қойық. Су деген осындай түс болсын да, тау деген андай түс болсын. Міне, тау, су деген. Енді
бутылкаға мына толқындарды қоя салайық. Ctrl C, Ctrl V. Бұның төменгі жағына ма, былай. Кішкене үйлесімді болсын. Мына жерге. Енді осы мына артықтарын кесе саламыз. Кеспей ақ оны былай Power Clip-қа сала болады. Саламыз да. Мына белгілейміз. Поместить в контейнер. Сосын бар контурын мышканың оң жағымен алып тастаймыз. Мінекей. Қысқаша осы. Қараңыздар. Бізде мына логотип бар және брендинг дейді, яғни идентика дейді. Мына бутылкаға нанесені жасап бердік. Міне, көрдіңіздер ме? Тауысу дейді. Көріп отырсыздар ғой, аз ғана уақыт ішінде ары кетсе 10 минут өтті ме, өтпеді ме, кішкене фантазия қосып, және адамның кішкене кругозор дейді. Күнделікті көріп жүрген нәрселеріңізді мұқият қарап жүрсеңіздер, бақылап жүрсеңіздер, осының барлығы оңай жасалады. Ұнаса лайк басыңыздар, және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Айтпақшы, менің Telegram каналымда платный канал бар, яғни ол жерде өзінің сабақтары бар. Жаңадан бастап келе жатқан адамдарға базалық Corel'дың базалық курсы бар. Ол жерде тек қана базалық курстан бөлек басқа да осы күнделікті салып жүрген, жазып жүрген сабақтардың барлығын салып қоятын боламын. Барлық доступ болады. Подписка 15 000 теңге, 6 айға үлгеріп қалыңыздар. Осымен сабақ бітті. Сау болыңыздар.